Ірі көлеңке 3 бөлім. Ғалым жан-жағына алаңдай қарап, бір сәтке ойланды. Сендер білетін легион мен нағыз легион екі түрлі нәрсе, деді ол ақырын. Не айтқың келіп тұр? Деп Саят қабағын түйді. Сендер оны әділдік орнататын ұйым деп ойлайсыңдар. Ал шындығында олар тек өз мүдделерін ғана қорғайды. Бұл қандай мүдде? Деп сұрады Азамат. Ғалым күрсінді. Басында бәрі дұрыс басталған. Біз қылмыстық топтарға, парақорларға, заңсыз әрекет ететін адамдарға қарсы тұрдық. Бірақ уақыт өте келе билікке жақындай түстік. Легион үлкен күшке ие болған сайын, олардың мақсаты өзгерді. Қалай? Оларға енді қылмыспен күресу емес, оны басқару қызығырақ болды. Саят пен Азамат бір-біріне қарады. Сендер легион неге Азаматты өлтіргісі келеді деп ойлайсыңдар? Өйткені мен бірдеңе білетін шығармын, деді Азамат. Дәл солай. Бірақ ең бастысы сенің кім болғаның? Азаматтың жүрегі зу ете түсті. Мен кім болдым? Сен легионның ішінен ең қауіпті шындықты білген адамсың, деді ғалым. Бірақ есіңді өшіргеннен кейін сенің қауіпің уақытша жойылды. Егер жадында қайта қалпына келтірсең, сен олар үшін қайтадан үлкен қауіпке айналасың. Демек, менің есімде легионның әлсіз тұстары бар. Иә, және сен оны білмейсің. Ғалым үнсіз қалды. Біз не істей аламыз? Деп сұрады Динара. Сендердің жалғыз мүмкіндіктерің легионнан бұрын шындықты табу. Ол қайда? Ғалым асықпай сөйледі. Құжаттар, легионның құпиялары сақталған жалғыз жер сол. Азаматтың басына ой келді. Бірақ құжат менде емес. Иә, бірақ сен оның қайда екенін білесің. Тек есіңде жоқ. Ал есімді қалай қалпына келтіремін? Ғалым бір сәт ойланып, сосын. Саған уақыт керек. Бірақ легион күтіп тұрмайды. Азамат ернін қысты. Демек, біз олардан бұрын қимылдауымыз керек. Ғалым үнсіз басын изеді. Осы кезде алыстан әлде бір көлік көрінді. Ола бізді тауып қойды, деді ғалым. Жүгіру керек. Жүгіріңдер, деп ысылдады ғалым. Олар бірден қозғалды. Саят пен Азамат алдыға ұмтылды, Динара мен Арлан артта келе жатты. Ғалым олардың соңынан жүгіріп келеді. Қара көлік бұрылыстан шықты. Фаралар түннің қараңғылығын жарып, тікелей оларға бағытталды. Бізді көрді, деп айқайлады Динара. Артқы есік ашылып, бірнеше қара киімді адамдар атып шықты. Жасырыныңдар, деп Саят айқайлады. Олар тар көшеге бұрылды. Бірақ дәл осы кезде олардың алдынан тағы бір көлік шықты. Тұзаққа түстік, деп күбірледі Азамат. Қара киімділер жақындап келеді. Бірі рацияға сөйлеп жатыр. Тірідей ұстаңдар. Бұйрық солай. Бізді өлтірмейді, деп сыбырлады Динара. Бірақ бізді ұстаса, бұл біздің соңың болатынын білесің, деді Саят. Азамат жылдам шешім қабылдауға тырысты. Олардың жанында бос тұрған ғимараттың терезесі ашық тұрғанын байқады. Ана жаққа, деп көрсетіп, өзі бірінші болып терезеден секірді. Қалғандары да тез қимылдады. Соңғы болып ғалым секірді. Қара киімділер қуып жеткенше, олар ішке кіріп үлгерді. Ғимараттың ішінде. Ғимараттың іші қараңғы, шатыры шұрқ тесік. Ескі қойма сияқты. Бұл жерден шығатын жол бар ма? Деп сыбырлады Арлан. Төменге түсейік, деді Саят. Олар темір баспалдақпен төмен түсе бастады. Бірақ дәл осы кезде сырттағы адамдар терезеден секіріп ішке кірді. Тездетіңдер. Жүгіре басып, олар қойманың басқа жағына өтті. Қабырғаның жанында темір есік тұр. Азамат есікті итеріп көрді, жабық. Жол жоқ. Саят шапшаң жан-жағына қарады. Бір ғана мүмкіндік бар, шатырға шығу. Кері қайтайық. Олар қайтадан баспалдақпен жоғары жүгірді. Қара киімділер енді оларды анық көріп тұрды. Тоқтаңдар, деп бұйрық берді біреуі. Азамат пен Саят баспалдақтың ең үстіне жетті. Қол созым жерде терезе тұр. Кетеміз, деп Азамат Саятты итеріп, терезеден шығарды. Динара мен Арлан да жылдам шықты. Ғалым ең соңғы болып көтерілді. Бірақ дәл осы кезде қара киімділердің бірі оның жағасынан ұстап алды. Мен оларды ұстаймын, деді ғалым.
Ол қара киімділерді бөгеп, топтың қашуына мүмкіндік берді. Жоқ, деп айқайлады Азамат. Бірақ тым кеш еді. Олар шатырдан келесі ғимаратқа секіріп, қараңғы көшеге сіңіп кетті. Ал ғалым? Ол легионның қолына түсті. Ғалымды қара көлікке күштеп отырғызды. Оның қолдарын артқа қайырып, пластик кісенмен байлап тастады. Сендер қатты қателесіп жатырсыңдар, деді ол сабырлы дауыспен. Алдыңғы орындықта отырған адам артына бұрылып, суық күлкімен қарады. Жоқ, керісінше, біз бәрін дұрыс істеп жатырмыз. Көлік орнынан қозғалып, түнгі қалаға сіңіп кетті. Азаматтың тобы. Азамат, Саят, Динара және Арлан қараңғы көшеде жүгіріп келеді. Олар оны алып кетті, деді Динара булығып. Біз ештеңе істей алмадық, деді Саят тістеніп. Азамат тоқтап, терең дем алды. Біз оны құтқарамыз. Бірақ алдымен олардың бізді таппауына көз жеткізуіміз керек. Енді қайда барамыз? Деп сұрады Арлан. Азамат бір сәт ойланып қалды. Саят, сенде қауіпсіз орын бар ма? Саят басын изеді. Бір қойма бар, бірақ ол қала шетінде. Онда сол жаққа кетеміз. Олар көлік ұстап, тез арада қала шетіне қарай бағыт алды. Легионның орталығы. Ғалымды жертөледегі қараңғы бөлмеге әкелді. Ол айналасына қарады, бұл жауап алу бөлмесі. Алдында үстел, орындық және бейне камера орнатылған. Қабырғада тек бір ғана есік бар. Ғалымды орындыққа отырғызып, алдына суық жүзді адам жайғасты. Қайта қауышқанымызға қуаныштымын, профессор. Ғалым терең күрсінді. Сен әлі де сол әдістермен жұмыс істейсің бе, Кирилл? Әрине, өйткені бұл әдістер нәтиже береді. Ештеңе айтпаймын. Кирилл күлімсіреді. Айтасың, барлығы айтады. Ол столдың үстіне папка қойды. Алдымен ескі досыңды еске түсірейік. Азамат туралы сөйлесейік. Ғалым үндемеді. Бірақ ішінен Азаматтың олардан бұрын шындықты табуын тіледі. Ғалым көзін жұмып терең дем алды. Ол бұл бөлменің қандай екенін жақсы білетін. Құпия легионның жауап алу әдістері ерекше қатыгез еді. Кирилл үстелді тықылдатып, мазақтағандай жымиып отырды. Ал бастайық. Саған таңдау берейін. Бәрін өз еркіңмен айтасың ба, әлде басқа әдістерге көшеміз бе? Ғалым үндемеді. Кирилл сәл еңкейіп. Сен жақсы білесің, профессор. Біз бәрібір сенің есіңнен бәрін суырып аламыз. Ол папканы ашып, ішінен сурет суырып алды. Азамат, ескі досың. Ол сенен не сұрады? Ғалым кірпігін қақпады. Мен білмеймін. Кирилл күлді. Керемет, көреміз. Ол есікті ашты. Екі адам кірді. Олардың бірі қолына тыныс нейроинтерфейс құрылғысын ұстап тұрды. Ғалым суық терге малынды. Жоқ. Иә, профессор. Кирилл құрылғыны столға қойды да жай ғана айтты. Бастаңдар. Азаматтың тобы. Қала шетіне келіп, ескі қоймаға кірді. Саят қақпаны жапты. Бізге уақыт керек. Легион бізді әлі тапқан жоқ. Ғалымды құтқаруымыз керек, деді Динара. Азамат қабырғаға сүйеніп басын шайқады. Біз оны құтқарамыз. Бірақ алдымен біз легион туралы көбірек білуіміз керек. Саят ойланып тұрды. Менде бір ақпарат бар. Легионның жертөледе құпия зертханасы бар. Ғалымды сонда ұстап отыруы мүмкін. Азамат басын изеді. Онда бізге екі нәрсе керек. Біріншіден, олардың күзет жүйесін бұзу. Екіншіден, ішке кірудің амалы. Арлан күрсінді. Бұл өте қауіпті. Азамат көзіне тік қарады. Бізде басқа таңдау жоқ. Азамат қабырғаға сүйеніп, бір сәт ойланып қалды. Бұл зертхана қайда орналасқан? Саят картасын ашып, бір нүктені көрсетті. Қала сырты. Бетон қабырғалармен қоршалған. Ішке кіру оңай емес. Күзет қаншалықты мықты? Деп сұрады Арлан. Күшейтілген күзет. Камералар, датчиктер, автоматтандырылған жүйе. Бұл жай ғана зертхана емес, нағыз қамал. Динара алаңдап тұр. Біз қалай кіреміз? Азамат картаны мұқият қарап шықты. Қосымша жолдары бар ма? Саят басын шайқады.
Негізгі кіреберіс пен жертөле туннелі. Бірақ жертөле жабық болуы мүмкін. Азамат күрсінді. Онда бізге жақсы жоспар керек. Ғалымның қиналуы. Құрылғы іске қосылды. Ғалымның басына электродтар орнатылды. Осы жолы сен бәрін есіңе түсіресің, профессор, деді Кирилл суық үнмен. Ғалым ауырсынуды сезді. Миы жарыла жаздады. Бірақ ол шыдады. Жоқ. Кирилл құрылғыны күшейте түсті. Сенің шыдамың мықты. Бірақ бәрінің шегі бар. Ол экранға қарап отырды. Ғалымның есіндегі деректер баяу ашылып жатты. Ал кімге қандай құпия бердің? Ғалымның демі жиілеп кетті. Ол Азаматты ойламауға тырысты. Бірақ легионның технологиясы өте мықты еді. Ғалым ауыр тыныстап көзін жұмды. Басындағы құрылғы миын тесіп өткендей болды. Ол өзін ұстап қалуға тырысты, бірақ ақыры әлсірей бастады. Кирилл жымиып экранға қарады. Біз алға жылжып келеміз. Қайта қосыңыз. Оператор құрылғының қуатын күшейтті. Ғалым тістеніп азапқа шыдауға тырысты. Бірақ есіне бір сәттік көріністер орала бастады. Азамат. Саят. Құжат. Кенет есік ашылды. Жетеді, деді әйел дауысы. Бұл легионның жоғары дәрежелі өкілі болатын. Ол қолын сермеп құрылғыны сөндіруді бұйырды. Бізге ол тірі керек. Күш қолдануды тоқтатыңдар. Кирилл қинала басын изеді. Жарайды. Бірақ ол бәрібір бәрін айтып береді. Ғалым әлсіреп көзін жұмды. Бірақ оның ішінде әлі де қарсылық оты жанып тұрды. Азаматтың тобы, әрекет басталды. Азамат пен Саят зертханаға кіру жоспарын пысықтап жатты. Біз жертөле туннелі арқылы кірмекшіміз. Арлан басын шайқады. Ал ол ашық болмаса ше? Онда біз жаңа жоспар ойлаймыз, деді Азамат. Динара сөмкесінен құрылғыны алып шықты. Бұл сигналды бұғаттайтын құрылғы. Камераларды уақытша өшіруге болады. Тамаша, деді Саят. Азамат терең дем алды. Ал онда іске кірісеміз. Бүгін түнде легион бізді күтпейді. Түн түсімен Азамат пен оның тобы зертханаға жақындады. Қоршаудың арғы жағында қараңғылық пен қауіп қатар тұрғандай сезілді. Саят, сен туннелді тексер, деді Азамат сыбырлап. Саят тізерлеп, шөп арасына жасырынған шағын люкті тауып, абайлап ашты. Туннел ашық сияқты. Жақсы. Динара құрылғысын іске қосып, радио сигналдарды бұғаттады. Камералар уақытша сөнді. Бірақ ұзаққа бармаймыз. Азамат ішке бірінші кірді. Туннел іші тар әрі ылғалды еді. Жылдам қозғалайық, деді Арлан арт жақта келе жатып. Олар туннелдің соңына жеткенде, алдарынан ауыр темір есік шықты. Саят рюкзагынан құрал саймандарын алып, құлыпты ашуға кірісті. Қатты дыбыс шығарма, деді Азамат. Саят терлеп кетті. 5 минут өтті. Кенет. Шық, деп сыбырлады ол. Есік ашылды. Топ жылдам ішке кірді. Зертхана ішінде. Ғалым есін әрең жинады. Ол кісенделген күйі отырды. Есіктің ар жағынан дыбыс шықты. Біреу жақындап келе жатты. Босатыңдар оны. Ғалым көзі шарасынан шыққандай болды. Бұл Азаматтың даусы еді. Азамат есікті ашып, ішке кіргенде, ғалым басын көтеріп, әлсіз дауыспен сыбырлады. Бұл тұзақ. Кенет қызыл шамдар жанып, дабыл іске қосылды. Жылдам кетуіміз керек, деп сыбырлады Динара. Азамат кісендерді шешуге тырысты, бірақ есік ар жағынан ашылып, бірнеше күзетші кіріп келді. Қозғалмаңдар. Қару дауысы зертхана ішін жаңғыртты. Азамат пен оның тобы қабырғаға тірелді. Қаруды тастаңдар, немесе тірі шықпайсыңдар, деді олардың арасындағы басшы. Арлан тістеніп көзін жұма берді. Бірақ дәл сол сәтте, зертхананың басқа жағынан жарылыс естілді. Не болып жатыр? Түтін бүкіл дәлізді басып қалды. Азамат осы мүмкіндікті пайдаланып күзетшінің бірін ұрып құлатты. Жүгіріңдер. Саят ғалымды демеп, Арлан мен Динарамен бірге зертхананың басқа есігіне қарай бет алды. Азамат артта қалып, күзетшілермен төбелесуге мәжбүр болды. Бірақ дәл сол кезде
Қараңғы дәліздің арғы жағынан бір таныс дауыс шықты. Азамат, сен әлі тірі екенсің ғой. Бұл Кирилл еді. Азамат тістене күлімсіреді. Сенің көзіңше құлайтын мен емес. Көрерміз. Екеуі бір-біріне қарап, қаруларын көтерді. Бұл шайқастың арты жақсылықпен бітпейтіні анық еді. Азамат пен Кирилл қарама қарсы тұрды. Ауыр тыныштық орнады. Сен есіңді толықтай жинапсың, Азамат, деді Кирилл мырс етіп. Бірақ бұл сенің пайдаңа шешіле ме? Жеткілікті нәрсе есімде. Сендер мені жоймақ болдыңдар. Бірақ қателік жібердіңдер. Қателік. Кирилл мылтығын қолына нық ұстады. Қарашы өзіңе. Сен бәрібір біздің жүйенің бір бөлшегісің. Саған таңдау жоқ. Азаматтың көзі жанып кетті. Ал мен бас тартамын. Кенет Кирилл қаруын көтерді, бірақ дәл сол сәтте Азамат оған қарай ытқып, соққы берді. Екеуі құлап жерде алса кетті. Кирилл шапшаң қимылдап, Азаматтың тамағынан қысты. Сен біттің, деді ол. Бірақ дәл сол сәтте Кириллдің басынан қатты соққы тиді. Ол көзі қарауытып, артқа құлады. Азамат еңбектеп тұрды да, Динараның қолындағы темір құбырды көрді. Тап уақытында, деп жөткірінді Азамат. Бұл жерде ұзақ тұра алмаймыз, деді Динара. Жігіттер қайда? Саят ғалыммен бірге шығып кетті. Бізді күтіп тұр. Азамат жерде есін жиып жатқан Кириллге қарады. Бұл соңғы кездескеніміз емес, деді ол. Жүгіру керек, деп Динара оны қолынан тартты. Олар дәлізбен жүгіріп, зертхананың құпия шыға берісіне беттеді. Артта күзетшілердің айқайы мен қадамдарының дауысы жақындап келе жатты. Азамат пен Динара тар дәлізбен жүгіріп келе жатты. Артынша күзетшілердің айқайы мен автоматтардың дүрсілі естіліп жатты. Қайда барамыз? Деп Динара ентігіп сұрады. Саят пен Арлан туннелдің арғы жағында күтіп тұр. Олар бұрылысқа жеткенде, алдында ауыр темір есік тұрды. Азамат бар күшімен итерді, бірақ есік ашылмады. Құлып таулы. Динара сөмкесінен кішкентай жарылғыш құралды алып шықты. Қалай болғанда да шығамыз. Ол құралды есікке бекітіп, таймерді орнатты. Жабыл. Екеуі қабырғаға тығылды. Жарылыс көрсете қалды. Темір есік сынып түсті. Олардың алдынан туннелдің арғы жағы көрінді. Жылдам. Азамат пен Динара туннелге кіріп, ілгері қарай жүгірді. Туннелдің арғы жағы. Саят пен Арлан көліктің жанында тұрды. Ғалым есін жиып, алаңдаулы күйде айналасына қарады. Олар қайда? Деп Саят уайымдады. Кенет туннелдің ар жағынан екі қараңғы силуэт көрінді. Келді. Азамат пен Динара туннелден шыға бере, арттарынан тағы бір жарылыс естілді. Көлікке мін, деп айқайлады Арлан. Барлығы көлікке секіріп мініп, жоғалып бара жатқан зертхана жаққа соңғы рет қарады. Бұл соңы емес, деді Азамат өзіне өзі. Олар көлікті оталдырып, қараңғылыққа сіңіп кетті. Бірақ артта қалған сұрақтар әлі де жауапсыз еді.